Сәлем достар, сіздермен бірге мен Бек Сұлтан және менің арнам Матем Zero. Бүгінгі кезекте біз осы азайту қосу амалдарына есептерді шығаратын боламыз. Алдыңғы видеода салғанындай бір ғана қате шықты, қалғанның барлығы дұрыс. Ендігі кезекте осы есептерді шығаруға бар күшімізді салатын боламыз. Сіздер де осы есептерді шығаруға тырысып көріңіздер. Бұл есептер мына кітаптан алынған, ал кітап өте қолайлы, және бұл жерде бастапқы ең оңайынан бастап сонау олимпиадалық есептерге дейін жазылған, яғни берілген. Бұл кітапты арнайы бас кітап жасап шығарған, бас кітапқа рахмет. Ендеше біз мына есептерді шығаруды бастайтын боламыз. Кеттік. 175. Енді мен мына есепке келдім. 32.956 плюс 43.257. Мен былай есептеймін. Бірінші 10 мыңдықтарды есептеймін. Сонда бізде 70.000 болады. 75.000, 76.100, 76.200, 76.200 екеуін қосқан кезде 13 болады. 110.000, 123.000, 123.000 екеуін қосқанда 123.000. Жоқ. 123.000 емес, екеуін тағын аларға берген 124.700. 700 болып тұр қазір. 124.700. 4.700, 4.860, 860, 24.871. Қазір осының бәрін кейін тексереміз. Кейінгі видеода тексерілген видео шығады, себебі сол кезде басқаша ойлаймын, сондықтан сол кезде тексеру маған қайда оңайға түседі. Ендеше мен мынаның бәрін жалғастырамын. Сосын біткен кезде сіздерге көрсетемін. Сіздер оны қате ма, дұрыс емес па, дұрыс па, өздеріңіз біліп аласыздар. Жалпы бұл есептердің жауабы кейінгі видеода шыққандықтан, кейінгі видеоны жақсылап күтулеріңізді сұраймын. Лайк басып тіркеп қойыңыздар. Ендеше мен ары қарай жалғастырамын.